Ассаламу алейкум. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді салат дайындаймыз. Ол үшін бізге руккола, асқабақ, піскен қызылша, сүзбелі ірімшік, кедровые орешки, бал, зернистая горчица және зәйтүн майы керек. Асқабақты бірінші осылай турап аламыз. Қатты сақтамаймыз. Содан соң пергамент қағаз төселген формамызға саламыз да тұз себеміз, сұйық май құйып, жақсылап араластырып, бетін фольгамен жауып, 180 градуста қызып тұрған пеште пісіреміз. 15-20 минутта пісу керек, піскен-піспегенін тексереміз. Енді қалған ингредиенттерімізді дайындаймыз. Піскен қызылшамызды 4 бұрыштап тураймыз. Одан кейін соусын дайындаймыз. Зернистая горчица, одан кейін сұйық бал, содан соң зәйтүн майын қосамыз. Егер зәйтүн майының дәмі ұнамаса сіздерге сұйық май қоссаңыздар да болады. Жақсылап араластырамыз. Міне соусымыз дайын. Енді руккола шөбімізге құйып, жақсылап араластырамыз. Руккола ұнамаса салат жапырағында қолдануға болады. Тәрелкемізге салып, соусымыздың қалғанын құйып, асқабағымызды әр жерге қоямыз. Бұл салат дастарханның көркін ашады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әсіресе үлкен кісілерге бұл салат қатты ұнайды. Содан соң қызылшаны қоямыз. Кедровые орешкиді қуырып алсаңыздар болады. Үстіне сеуіп, ең соңында сүзбелі ірімшік, яғни творожный сырды осылай әр жеріне қойып шығамыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Сіздермен болған Балжан Канафина. Лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.